Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай дәмді, әдемі, дәмі тіл үйіретін пиццалардың түрін пісіретін боламыз. Ең алдымен бізге ыдысымызға жылы суды құйып аламыз. Қант саламыз. Тұз саламыз. Ашытқыны саламыз да жақсылап араластырамыз. Кейін бетін полиэтилен пакетіне жауып 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне 15 минуттан кейін осылай көтерілуі керек. Сұйық май құямыз. Араластырамыз. Оны сеуіп, жақсылап қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз осылай шығу керек. Басқан кезде қолға жабыспауы керек. Ыдысыңызға жабысып қалмау үшін осылай майлап алсаңыз болады. Бетін жауып 40 минутқа жылы жерге қойып қойыңыз. Міне бізге керек салмалары. Нанымыз көтерілді. Протеинге өстіп май құйып алсаңыз болады, немесе осындай пергамент қағазын салсаңыз болады. Қолымызды майлап, қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Міне дәл осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін алып, осылай үстелдің үстіне жайып алсаңыздар болады, немесе бірден противеннің үстіне жайсаңыз болады. Енді майонезін саламыз. Томат саламыз, немесе өзіңізге ұнайтын кетчупты салсаңыз болады. Жақсылап араластырып, қамырымызға жағып шығамыз. Ең біріншісінде мен ірімшікті астына саламын. Кейін шампиньон, колбаса, 180 градуста 25 минут пісіреміз. Енді екінші түрі, бірінші май құйып аламыз, сұйық май. Кейін қамырды бірден бетіне жая береміз, осылай қолмен. Болғанда дәл солай томат, майонез салып жақсылап жағып шығамыз. Бұл жерде ең бірінші мен қызанақты салдым. Ірімшікті кейін бетіне септім. Оны да дәл солай 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пиццаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Үй ішіңізді қуантып жасаңыз. Ас болсын. Лайк басуды ұмытпаңыз.